сосын жас қыздарға айтар кеңесім дейді, мен де кеңес айтқым келеді. Мендегі кеңестер: өзіңнің үйің болуың керек. Өзіңнің жеке атыңда үйің болу керек. Ертең саған күйеуің зорлық зомбылық көрсеткен жағдайда, ата-ене зорлық зомбылық көрсеткен жағдайда, ешқайда баламен бара алмай қалған жағдайда сенің өзіңнің жеке баспанаң болу керек, баратын. Әке-шешем қарайды, әке-шешем деген сенім. Қазір әркім өз басына ғана жауап береді, оған әке-шеше де ол кезде саған жауап бермейді. Сондықтан да біреуге тым қатты сеніп қалуға болмайды. Қандай махаббат болмасын, жеке өзіңнің баспанаң болу керек. Сонымен қатар өзіңнің депозитінде қорың, ақшаң болу керек. Жеке өзіңнің жинағың болу керек, қауіпсіз қалтаң болу керек. Керек кезінде қолданатын, осы керек болып қалған кезде қолданамау, ақша жоқ болып қалған кезде қолданамау деген өзіңнің жеке қорың керек, қорың болу керек. Қыздың артынан негізі дүние емес, қыздың артында өзінің қоры болу керек қой, бірдеңе қылып ұстап тұратын. Көбірек бәлкім қыздың артынан алтын беру керек шығар, себебі алтынды кәдімгідей ломбардқа өткізсең ақша болады, ол тақсаң әшекей болады. Әйтеуір ол құнын жоғалтпайды, жылдан жылға өсе береді. Сондықтан сондай қор жинауға көбірек жас қыздар асығу керек.